Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сабағымда алгебралық бөлшектер бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын түсіндіретін боламын. Оқушылар өздерін көріп отырғандай 3 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырмада келесі алгебралық бөлшек үшін бізге мынандай бөлшек берілген. Астында айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Оқушылар, айнымалы дегеніміз мынау x, егер де осы x бөлшектің бөлімі нөлге айналдыратын болса, алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Бізде алгебралық бөлшек беріліп, оның бөлімі еш уақытта нөлге тең болмау керек. Нөлге тең болатын болса, бөлшектің мәні болмайды. 3x минус 9 тең 0 деп алып, x-тің мәнін табамыз, яғни айнымалының мәнін табамыз. 3x тең 9-ға минус 9 теңдіктің оң жағына плюс 9 болып ауысады. Сонда x тең 9 бөлінген 3, x тең болады 3-ке. X-тің орнына 3-ті қоятын болсақ, 3-ке 3-ті көбейтсек 9 болады. 9-дан 9-ды азайтсақ 0 болады. Мінекей бөлшектің бөлімі 0-ге айналды. Демек бізде x 3-ке тең болған жағдайда алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды екен. Мінекей осы жауабы. Ал енді Б-сында былай дейді: айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні 0-ге тең болады дейді. Бөлшек беріліп, алымы 0-ге тең болатын болса, 0-ді қандай санға бөлшекті 0 болады. Енді біз алымындағы x-тің мәнін табамыз. 5x плюс 6 тең 0, 5x тең болады минус 6-ға. X-ті табу үшін 6-ны бөлеміз 5-ге. X тең болады минус 1,2-ге. X-ның орнына минус 1,2-ні қоятын болсақ, көбейтеміз 5-ге. Минус 6 болады, минус 6 плюс 6, 0 болып кетеді. Демек бізде айнымалының мәні минус 1,2-ге тең болған кезде алгебралық бөлшектің мәні 0-ге тең болады. Оқушылар, екінші тапсырмада амалды орындаңыз. Екі тапсырма берілген. Астында мынадай өрнек берілген. Осы өрнекті орындауымыз қажет. А квадрат минус Б квадрат, Б минус А плюс Б деген бөлшектің бөлімін ортақ бөлімге келтіреміз. Ең алдымен Б минус А-ны мынадай етіп А плюс Б немесе А минус Б етіп, А мен Б-ның орнын алмастырып жазамыз. Мына жерде бірдестен А квадрат минус Б квадраты қысқаша көбейту формулаларына салып, А минус Б, А плюс Б деп ашып алсақ болады. Алымында А квадрат плюс Б квадрат. Б мен А-ның орнын алмастыру үшін мына жердегі таңбаны ауыстырамыз. Плюс деп алып, А минус Б деп аламыз. Б болады. Алымында мына жерде А плюс Б, алымында Б. Оқушылар, түсінікті? Мына жердегі Б мен А-ның орнын ауыстыру үшін жағаламызды жақшаның алдына минус таңбаны қоямыз. Сонда мына жерде 2 минусымыз бізде плюс болып кетеді. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. А минус Б, А плюс Б, А минус Б, А плюс Б болатын болса, бізде ортақ бөлімі А минус Б, А плюс Б болады. Енді толықтауыш көбейткіштерін береміз. Мұнда 1 береміз. А минус Б, А плюс Б-ны мұнаға бөлетін болсақ 1 болады. А минус Б, А плюс Б-ны мұнда бөлетін болсақ А плюс Б болады. Ал мұнда А минус Б болады. Енді толықтауыш көбейткіштерді алымдарына көбейтеміз. А квадрат плюс Б квадрат. А плюс Б-ны Б-ға көбейтеміз. Таңбалар плюс екен. А, Б қосылған Б квадрат. Мұнда минус деген таңба тұр. Таңбаға мән береміз. А мен Б-ны көбейтеміз. Минус А, Б болады. Минус Б мен минус Б-ны көбейтеміз. Плюс Б квадрат болады. Қысқаратындар қысқартпасақ, плюс А, Б мен минус А, Б қысқарады. Сонда А квадрат қалады алымында. және b квадрат
яғни 3b квадрат бар екен. Бөлімін дәл осылай жазсақ болады. А минус b, а плюс b деп жазсақ болады, немесе а квадрат минус b квадрат деп жазсақ та болады. Екіншісінде 3x минус y алымында 2xy квадрат. Осы өрнекті, яғни бірінші өрнекті өзгертпей дәл осылай жазып аламыз. Ешқандай формулаға келмейді екен. 2xy квадрат бөлу амалын көбейту амалына ауыстырамыз да мына бөлшектің бөлімі мен алымының орнын алмастырып жазамыз. X, y куб айнытпай осылай жазамыз. 9x квадрат минус y квадрат дегеніміз бұл 3 квадрат x квадрат минус y квадрат. Сонда 3x минус y 3x плюс y болып ашылады. Көбейтілген 3x плюс y 2y. Енді оқушылар барынша қысқартамыз. Мұндағы 3x қосылған y пен 3x қосылған y қысқарады. 3x минус y пен 3x минус y қысқарады. Y квадрат пен y-ті көбейтетін болсақ, y куб болады да, мынау y кубпен қысқарады. Сонда бізде 2 көбейтілген 2 бөлімінде 1 қалады. Яғни 4 бөлінген 1 тең болады 4-ке. Үшінші есепте оқушылар өрнекті ықшамды аңыз бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. А плюс b, а квадрат қосылған b квадрат көбейтілген b-дан 1 қосылған а минус b алымында 2. Бірінші жақшаның ішін орындап алайық. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі а қосылған b болады. Аның астына 1 бар деген сөзде толықтауыш көбейткіш береміз. Мұнда а қосылған b, мұнда 1 береміз. Көбейтеміз. А-ға аны көбейтеміз. А квадрат. Б-ға аны көбейтеміз. АБ минус а квадрат минус b квадрат. Көбейту. Мұнда да ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі b көбейтілген жақшаның ішінде а минус b болады. Мұнда а минус b-ны береміз. Мұнда b береміз. Енді көбейтеміз. Бірге көбейткен кезде а минус b-ның өзі шығады. Мұнда қосу 2b болады. Тең деп алып, қысқаратын болса қысқартайық. А квадрат пен минус а квадрат екеуі қысқарады. А қосылған b алымында АБ минус b квадрат болады. Көбейтілген b а минус b. Мұнда былай жазамыз. А минус b мен плюс 2b екеуі плюс b болады. Біреу плюс, біреу минус болғандықтан бір-біріне азайтылады. Енді а плюс b мен толықтай а плюс b екеуін қысқартамыз. Мұнда АБ минус b квадрат берілген екен. Ортақ көбейткіші, яғни екеуінде де b болғандықтан b-ны жақшаның сыртына шығарып жібереміз да, жақшаның ішінде а минус b қалады. Бөлімінде b, а минус b қалды. Енді мұнан толығымен қысқартамыз. Сонда тең болады 1-ге. Оқушылар өздерін көріп отқандай, бұл бірінші нұсқаның есептері. Келесі сабағымда екінші нұсқаның есептерін түсіндіретін боламын. Сау болыңдар.